Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз математика пәнінен 741 есепті шығаратын боламыз. Біз бұл жерде аралық сандарды ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Біріншісіне қарайық. Біріншісінде 3,20-дан 1. Оны 5-ке көбейтеміз, сонда 3,100-ден 5 болады. Оны ондық бөлшек түрінде жазсақ 3,100-ден 5. 3,05 деп жазамыз. 0-ды салғанымыз өйткені мына жерде 5 бір цифр. Ал мына жерде 2 цифр болу керек, сондықтан 0-ды саламыз. Енді одан кейінгісі 2,50-ден 3. Оны 2-ке көбейтеміз, сонда 2,100-ден 6 болады. Ондық бөлшекке айналдырсақ 2,100-ден 6. Мына жерге 0 жазамыз жетпегесін. Одан кейінгісі 4,25-ден 8. 4-ке көбейтеміз, 4,100-ден 32. Ондық бөлшек түрінде жазсақ 4,32. 4,100-ден 32. Келесі 7,20-дан 11. 5-ке көбейтеміз, 7,100-ден 55 болады. Ондық бөлшек түрінде жазсақ 7,100-ден 55 деп жазамыз. 7,55 деп жазамыз. 12,25-ден 4. Оны 4-ке көбейтеміз, екеуінде, сонда 12,100-ден 16 болады. 12,100-ден 16. Оны ондық бөлшек түрінде жазсақ 12,100-ден 16. 12,16 деп жазамыз. Келесі 9,50-ден 13. 2-ке көбейтеміз, 9,100-ден 26 болады. Сонда 9,100-ден 26 деп жазамыз. 9,26. Келесі екіншісі 2,8-ден 5-ті 125-ке көбейтеміз. Сонда екеуінде көбейтеміз, сонда 1000-625. Ондық бөлшек түрінде жазсақ 2,1000-625 деп жазамыз. Келесі 1,125-ден 6. Оны 8-ге көбейтеміз, сонда 1,1048. Оны ондық бөлшек түрінде жазсақ 1,1048 болады. 1048. 3,200-ден 17-ні 5-ке көбейтеміз, сонда 3,1085 болады. Оны ондық бөлшек түрінде жазсақ 3,1085. Жетпегесін мына жерден 0 саламыз. 8,250-ден 9, оны 4-ке көбейтеміз, сонда 8,1036 болады. Оны ондық бөлшек түрінде жазсақ 8,1036. Жетпегесін 0 саламыз. Келесі 7,500-ден 3. 7,500-ден 3 дегенім, оны 2-ке көбейтеміз, сонда 7,1006 болады. Оны ондық бөлшек түрінде жазсақ 7,006. Жетпегесін 2-0 салдық. Келесі 6,8-ден 7. Оны 125-ке көбейтеміз. Сонда 6,875. 6,875. Оны ондық бөлшек түрінде жазсақ 6,875. 6,875 болады. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.